Бәріңе сәлем достар, сендермен Асхат. Бүгін бізде Скибиди туалеттің оқиғасына озвучка жасайтын боламыз. Бүгін 64-ші серияға озвучканы достар көбісі сұрады. Сондықтан да біз ең соңғы серияға жесткий бұл жерде сөздер көп серия деп айтуға да болады. Бірақ бұлар сөйлемейді ғой. Сондықтан да бұның бәрі менің фантазиям достар. Сондықтан да сендер комментарийға егер бір нәрсе ұнамаса жазып кетіңдер. Комментарийға сосын қандай серияға озвучка жасау керек, озвучка қалай болды, оның бәрін сендер комментарийға жазып кетесіңдер достар. Ал обязательно лайктарыңды басыңдар. Лайксыз болмайды. Прям қазір астына түстер одной лайкыңды басып кет. Каналға тіркелдің ба, тіркелмедің ба, соны тексер обязательно. Тіркеліп кет, тіркелмесең. Ал біз бастаймыз ау деймін. Иә, бастау керек по идее. Видеоның соңына дейін көріңдер, егер озвучканы көргілерің келсе менің даусыммен. Ал біз видеоны бастаймыз достар. Ал канеки кеттік. Так. Достар, қашындар, мұнады. Қашыңдар. Бәріңді соямын, 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 бәріңді соямын. Сен кесе алмайсың. Ал менің балтам көмектеседі. Ал менің балтамның күшін көр. Ал тағы да кім маған келеді? Бұған не деп айтсам болады? Бәріңді жарамын. Бұл бәріңді жарамын десін. Бәріңді жарамын, бәріңді жарамын, бәріңді жарамын, бәріңді жарамын, бәріңді жарамын. Көгілдір щит. Осақ па сенің күшің? Қазір мен оның унитазбен ағызып жүрем. Осақ па? Ох, бомба! Йо, қаштық! Мен оралдым, агент. Бұның достары келді. Пиу. Бәрі жақсы, агент. Лайк. Достым, уақыт жоқ. Тез, кет. Бізге оңға қарай кету керек. Достар, қашындар, мұнады. Қашыңдар. Бәріңді соямын, бәріңді соямын, бәріңді соямын, бәріңді соямын, бәріңді соямын, бәріңді соямын, бәріңді соямын. Сен кесе алмайсың. Ал менің балтамның күшін көр. Ал тағы да кім маған келеді? Бәріңді жарамын, бәріңді жарамын, бәріңді жарамын, бәріңді жарамын, бәріңді жарамын. Көгілдір щит. Осақ па сенің күшің? Қазір мен оның унитазбен ағызып жүрем. Осақ па? Ох, бомба! Йо, қаштық! Мен оралдым, агент. Бұның достары келді. Пиу. Бәрі жақсы, агент. Лайк. Достым, уақыт жоқ. Тез, кет. Бізге оңға қарай кету керек. Осымен достар, озвучка бітті. Сендерге видео ұнады деген ойдамын. Обязательно лайктарыңды басыңдар, ұнаса комментарий қалдырыңдар. Маған негізі озвучка жасау өте ыңғайсыз болып жатыр. Себебі мен бір дауыспен бәрін озвучивать етіп жатырмын да, ана даусымды өзгертпеймін деп ше. Сол үшін мен қасыма біреуді алуым керек деп ойлаймын. Егер сендерді сөйтіп ойлайтын болсаңдар, комментарийға жазыңдар. Асхат, қонаққа біреуді шақыр, немесе інімен бірге ма озвучка жасап көрсем де болады, ініме айтсам болады, ол келіседі деген ойдамын. Достар, обязательно сендер лайк басасыңдар. Мен бұл маған өте мықты мотивация болады. Сендердің лайктарың, комментарийларың бәрін оқып жатырмын. Қандай серияға озвучка жасау керек? Сразу сол серияға озвучка жасаймын достар.
озвучка жасау өте ыңғайсыз, себебі бұл жерде геройлар сөйлемейді ғой. Ол менің фантазиям ғой, бәрі ше, сценарий жазу керек. В общем, проблемасы көп бұл видеоның. Сондықтан да видеоның қысқа болғанына кешірім сұраймын. Сендерге ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше достар, сау болыңдар.